бүгінде жасөспірімдерге арналған әдебиет мүлдем жоқ. Мүлдем жоқ. Мысалы кішкентай жастағы балаларға бар да бірден ересектердің кітабы. Мына мемлекеттік нелерге қарағанда осындай жеке баспалардың ролы біздің халықтың кітап оқуына деген бір ерекше болды деп мен айтып келе жатырмын. Біз байып атқан жоқпыз кітап шығарып. Шын айтқанда, бірақ егер кітап өтіп жатса, бізде қаражат болады да өзіміздің салған шығынымызды ақтаймыз. Сенің жаңа бір 10 кітап сатып алсаң, қазақ редакторлар институты өлмейді, қазақ аудармашылар институты өлмейді. Қиын болатын бағыттар бар шығар біздің баспаға өздеріңіз жаңадан қосып жатқан, жаңа айтып жатқандай. Ол жақтар қалай енді біздің қазақ қоғамы түсінуі осы кітаптарды дейсіз? Өйткені біз кітап оқымайтын қоғаммен жұмыс істеп жатырмыз. Біздің енді былтыр желіге шыққан ақпарат бойынша 97 елдің ішінде біз 95-ші орынға жайғастық. Тек тиктогында көтеретін тақырып кітап. Егер біреу кітап шығып жатса, бір кітап соны өзінің тиктогында айтып берсе, бірден 200 мыңнан аса сатылып кетеді. Сенің қоғамда ағартушы мәселесі өзекті болса, демек бұл қоғамда надандық бардың маркері ғой, былайша айтқанда. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Ойлайық YouTube каналының кезекті сұхбаты бізде. Бүгін қонақта Бақытжан Бұқарбай мырза. Қош келдіңіз дейміз енді. Саламатсыз ба? Иә. Бақытжан мырза журналист ретінде, баспагер ретінде, кәсіпкер ретінде, ағартушы ретінде енді біраз сұхбаттарыңызды көріп, сыртыңыздан былай таныспыз. Енді толық өзіңіз туралы айта кетіңізші. Қай жағына жақынырақсыз, баспанды алғаш бастаған азаматтардың бірісіз. Өзіңіз туралы, өз аузыңыздан естісек енді. Шақырғаныңызға көп-көп рахмет. Осылай біздің атқарып жүрген азды көпті жұмыстарымызды бағалап жатқаныңызға да рахметін айтам. Енді айтып жатқаныңыздай баспа саласында да бармын, журналистикада да болдым. Қазір енді соңғы 1-2 жылда айналысып жүрген жоқпын. Негізгі бағытым осы баспагерлік сала. Сосын жазған кітаптарым бар. Енді осының барлығын енді қазақтың жалпақ тілімен айтатын болсақ, ағартушылық дейді. Сондықтан осы салада жүрген азаматтардың бірімін. Енді соңғы кездері, соңғы сұхбаттарымда өзіңді қалай сипаттайсың, өзіңді қалай таныстырасың деп сұрап жатқан кезде бір ой келген, бір сұхбатта қазақтың бағына туған адаммын деп. Олай болмаса да, ол планкада. Планка соған ұмтылу керек. Яғни қызмет ету, пайдаңды тигізу, білім жинап оны бөлісу дегендей тарату, жаңағы өзіңіз айтқандай ағарту мәселелері бар. Сондықтан осының барлығын егер жүзеге асыра алсақ, қазақтың бағына туған бір жан бола алсам, осындай атпен қалсам, жаман емес деп ойлаймын. Тамаша. Енді әрбір адам, әрбір қазақ дейміз ба, өзіне осындай мақсат қоя алса, өте тамаша деп ойлаймыз. Енді жаңа айтылып жатқанда 2016 жылы басталған өзіңіздің баспадан бастасақ, бұны бастауға не түрткі болды? Енді жаңағы айтып жатқанымыз себебі қазір мына мемлекеттік нелерге қарағанда осындай жеке баспалардың ролы біздің халықтың кітап оқуына деген бір ерекше болды деп мен айтып келе жатырмын. Себебі еркін бәсекелестік, еркін не заманда қазір енді қаншалаған баспалар болып жатыр, бұрынғы сияқты емес, кішкене кітап оқитын заманға келіп жатыр. Сондықтан сол өзіңіздің баспа туралы, осы салаға қалай келдіңіз және қандай кітаптар осыдан бастасақ деп ойлап отырмын енді. Себебі баспаны енді оңай адам таңдай қоймайды ғой, былай айтқан кезде. Енді пайда көп бере қоймайтын енді қиын салалар. Дұрыс айтасыз, ол бала болған кезде де өскенде баспагер бол деп бағыттамайды. Иә. Ондай бір шаш бол дей ма? Біз мектеп оқығанда банкир бол немесе заңгер бол дейтін. Қазір айтишниктер қосылды, кәсіпкер қосылды, өзгеріп тұр ғой, оның бәрі құбылып. Баспагер бол деп ешкім нақты айтпайтын. Сондықтан ол өзімнің саналы таңдауым 16 жылы келген. Алдыңызда тұрған күміс кітаптан басталды. Мен өзім ғылым саласынан шыққан адаммын. Ғылымда істедім, магистратураны тамамдаған соң. Ғылым саласында қызмет етіп, кейін өзімнің күшімді сынап көрейін, басқа бағыттар бойынша деп
16 оған дейін енді немен айналысқандарымды айтып отыратын болсақ ол ұзақ әңгіме. Журналистикада да бармын, сарапшылықта да бармын, киноға да түстік, сурет көрмелерінде өттік, біраз нәрсе болды оның бәрі ұзақ әңгіме. Ертеректе берген сұхбаттарымда аталды деп ойлаймын, тауып көріп жатыр керек адам қажетсінген. Ал енді 16-шы жылы бұл кітапты жазу себебім кеше болғандай 10 жыл өтсе де сол кездегі менің ортамда осы кітап тақырыбын талқылайтын адамдар қатты көп болған жоқ. Мысалы мен бала кезден атамның тәрбиесін көргем, қолымыздан кітап түспейді, бірдеңе оқып жүресің әйтеуір. Ал енді оқыған соң сен оны талқылағың келеді ғой біреумен. Талқылайын десең, не оқып жатыр десең, саған бір мен мынандай оқып жатырмын деп жауап беретін адамдар да көп болмады. Сөйтіп бұл тақырыпқа үңіле бастаған кезде жалпы біздің қоғам кітапты көп оқымайтын көзім жетті. Енді ол қазір айдан анық нәрсе болып көрінуі мүмкін. Жоқ еді, иә. Ал енді мына адам деген мына шешімдерді дұрыс қабылдамайды да, кішкене бұрмаланады. Өйткені репрезентативті қабылдамайды шынайылықты. Мына өзінің айналасында қандай адам бар, өзі оқыса бәрі оқитындай болып көрінеді дегендей да. Сондықтан фокус жасаған кезде кітап оқитын адамдар саны аз екеніне көзім жетті. Сосын ертең ойладым, қалай болады бір буын кітап оқып шықпаса, мен қалай көмектесе аламын дегендей сұрақтар мазалады. Сол кезде менің ұстанатын, әлі де ұстанатын қағидаларым бірі Теодор Рузвельттің қағидасы, ақш президенті, ең жас президент тарихтағы. Теодор Рузвельттің қолыңнан келетін нәрсені қолыңда бар мүмкіндікпен дәл қазір жаса дейді. Қазақшаға салатын болсақ. Яғни бір мәселе бар, сен жарайды, мен қазір мынандай жағдайым жасап алайын, содан кейін ораламын мәселеге дейтін болсақ, сен ол мәселеге былайша айтқанда скорее всего оралмайсың. Сондықтан темірді қызғанда соғу керек. Мен кітап оқымайтын мәселені байқадым. Кітап аз оқылатын мәселені. Не істей аламын? Менің тәжірибем бар. Мен бала кезден оқыдым. Ол кезде 16-шы жыл мен 17 жылдық тәжірибем бар. 17 жылдық тәжірибемді бөлісе аламын ба? Бөлісе аламын. Айтып бере аламын ба? Айтып бере аламын. Жазу қолымнан келе ме? Келеді. Мен ғылымда жазып жүрмін, аналитика жазып жүрмін мемлекет басшылығына ол кезде. Сосын журналистикадан да мәтіннің әртүрлі формасымен жұмыс істей аламын. Сөйтіп жарайды деп осы қалай кітапқа келдім, қалай оқыдым, қалай таңдадым, қалай іріктедім, қалай оқығанымды өмірімде пайдаға жараттым, осының бәрін жаздым, күндік кітап деп қойдым, шығардым, 2 айда өтіп кетті 1000 дана. Сосын мен енді бұған дейін, мынау менің 4-ші кітабым. Бұған дейін мен ғылыми кітаптар жаздым, оны тек сарапшылар біледі. Мен ғылыми кітапты оқымайды ғой, монографияларды. Ғылым саласында жүргендер білмесе. Сосын ойладым, енді қалай мен бір танымал автор емеспін, кітап жаздым. Бірінші кітабым масс-маркетке арналған, көпшілікке арналған. Қалай болды деп. Сол кезде жалпы мынау заманауи қазақ кітаптарының тапшылығы мәселесі алдымда тұра қалды да. Сосын ойладым, жарайды, мен ары қарай енді мынау бір белгі шығар. Ары қарай өзімнің өмірімді осы баспагерлік бағытпен жалғайын деп кітап шығара бастадым. Мына күміс кітап нон-фикшн жанрында жазылған кітап. Сосын осы нон-фикшн бағытын ары қарай дамытайық, күшейтейік деп шешім қабылдадым. Сосын іскерлік әдебиет шығару керек қазақ тілінде. Өйткені Ресейден көп келіп жатты ол кезде. Бизнеске қатысты, немесе жаңағы тұлғалық даму, анау деген тақырыптар қазақша болу керек деп сол бағыттарды қолға алып бірінші болып бастадық. Нон-фикшнді бірінші істедік, іскерлік әдебиетті бірінші істедік жүйелі түрде. Сөйтіп кейін 21-ші жылдан бастап тарих бағытын қостық. Сол 3 бағытты алып келе жатырмыз. Әрине бұл өзіміздің бастамамызбен шығарған кітаптар үшін жарамды. Жаңағы 3 бағыт бойынша шығады. Ал енді мына сырттай біреу тапсырыс беріп біз қызмет көрсететін болсақ, баспагерлік қызмет, өлең жинақтарын да шығарып бере береміз. Жаңағы естеліктер болады, отбасылық кітаптар, оған қарамаймыз. Кәсіп болған соң. Бірақ ана өзіміздің жаңағыдай ағартушылық бір миссиямызға салып сөйлейтін болсақ, онда осы 3 бағыт негізінен. Нон-фикшн, іскерлік әдебиет және тарих. Тарих дегенде де деректерге сүйенген. Оны қазіргі бір тарихшы зерттеушілердің белгілі кезеңге қатысты бір ойларын, көзқарастарын шығару емес. Архивтарда жатқан, бұған дейін жарық көрмеген, жарық көрсе де соңғы рет бір 100-150 жыл бұрын жарық көрген, немесе әлі күнге дейін аударылмаған кітаптарды іздеп тауып беріп келе жатырмыз. Бізде таза тарих деген серия бар, осымен танымалмыз, Амал Букс баспасы. Иә. Енді қазақшада жаңағы кейбір қиын болатын бағыттар бар шығар біздің баспаға өздеріңіз жаңадан қосып жатқан, жаңа айтып жатқандай. Ол жақтары қалай енді біздің қазақ қоғамы түсінуі осы кітаптарды деген сияқты? Енді қай салаға барсаң да қиындығы бар деп ойлаймын, өйткені өмірдің өзі қиындықтан тұрады ғой. Иә. Өмірдің бәрі қиындық, оны мен өзім ойлана келе бұл тақырыпқа бір стоицизм философиясы бар, мектеп кезінен ұстанатын, өзім ұстанып келе жатқан, және жаңа кезінде физиканы да жақсы оқығаным бар, сол екеуін ұштастырған кезде
өмірдегі қиындық ол термодинамиканың екінші заңымен түсіндіріледі да. Барлығы жаңағы жай күйде ыдырауға талпынады бүкіл нәрсе. Сен ыдырап кетпеу үшін сен күш салуың керек, сол күш салу процесс қиындық дейді да, қиындық. Дұрыс. Сондықтан мен оған біріншіден стоик философ сияқты қараймын, екіншіден физикамен ол жазылған нәрсе. Сондықтан мен қиындық деп қарастырмаймын. Ол мен өзім саналы таңдаған салам. Егер біреу мені мәжбүрлеп жаңағы ата-анамның көңілін қалдырмайын деп келіп, ол кезде бәлкім мен бұған шыдай алмаушы едім. Ал енді бұл өте қиын сала екені рас, өйткені біз кітап оқымайтын қоғаммен жұмыс істеп жатырмыз. Біздің енді былтыр желіге шыққан ақпарат бойынша 97 елдің ішінде біз 95-ші орынға жайғастық. Жанымызда көрші мемлекеттер Бангладеш және Африканың елдері дегендей да. Енді ол мойындау керек. Біз оқитын қоғамдардың қатарынан табылған жоқпыз әлі күнге дейін. Әлі күнге дейін. Мен 2016-ға қарағанда кішкене ілгерілеп қалды ма деп ойлап жатқанмын. Мүмкін сәл ілгерілеген шығар, бірақ сұмдық ілгеріледі деп айта алмаймын. Өйткені кітап барған сайын енді көбірек дофамин беретін альтернативалармен бәсекеге түсіп жатыр да, және жеңіліп жатыр. Сонда жаңа формаларын табу керек, жаңа ұсыныс жасау модельдерін табу керек оқырманға. Енді сондай жұмыстар жасалады. Сондықтан мына кітап саласы қазіргі енді әрине бұның бәрі кәсіп деп айтамыз, өйткені нарық ережелерімен жұмыс істеуге талпынамыз барлығын, бірақ бәрібір де бұл коммерциялық тұрғыдан алғанда бәрібір де ағартушылыққа көбірек әлі тартады. Өйткені таза бір коммерция, мысалы Қытайда алайық, 2 миллиард аудиториясы бар. Маған сол Қытайдан келген қандастар айтып еді, кейбір тиктокта блог жүргізетіндер бар, сол кітап тиктогында көтеретін тақырып кітап. Егер біреу кітап шығып жатса, бір кітап соны өзінің тиктогында айтып берсе, бірден 200 мыңнан аса сатылып кетеді дейді. Бізде ондай мүмкіндік жоқ. Сен ана жерде тиктокта 24 сағат тиктоктан шықпай отырсаң да ол өтпейді. Ондай көлемде. Сондықтан осындай мәселелер бар. Сондықтан ағартушылық дегенге көбірек келеді, өкінішке қарай. Маған өзі ағартушылық сөзі ұнамайды. Мен ұнатпаймын бұл сөзді. Өйткені ағарту деген құбылыс бар жерде антагонисті бар ғой, қараңғылық, надандық деген бар. Өйткені надандық, қараңғылық болмаса ағартушының қажет жоқ та. Қажет жоқ, иә. Қажет жоқ. Демек, ол бір мақтанатын ұғым емес маған. Мен ағартушылықпен айналысып жүрмін деп мақтанғаннан айтпаймын, ол керісінше бір өкінішпен айтылатын нәрсе да. Өйткені егер ана жерде бір надандық болмаса, онда ағартушылық қажет жоқ та. Сондай ғой, дуализмге салатын болсақ. Сондықтан мәселен бұған дейін де бір сұхбатымда айтқам, Еуропа елдері ағартушылық кезеңінен өтті дейміз. 17-ші ғасыр болды, яғни Вольтер замандары. 18-18 ғасыр. Содан кейін айтпайды ғой ағартушылық кезең деп. Ағарып кетті да. Ағарып кетті, болды. Кейін ағартушылық миссияны институттары, мектептері, басқа білім ордалары атқарады, басқа бір институттар атқарады да. Ал бізде қанша уақыт өтсе де ағартушы сенде надандық әлі кетпей жатыр деген сөзді қоғамда. Қоғамда ағартушы мәселесі өзекті болса, демек бұл қоғамда надандық бардың маркері ғой, былайша айтқанда. Менің түсінігімде солай. Сондықтан бұл мақтанатын нәрсе емес. Мына қазаққа керісінше ағартушылар болмайтын заман тезірек келсін деп. Батырлар керек болмайтын заман келсін деп тілеу керек та. Батыр деген ол менің түсінігімде ол батыр ол кризис менеджер да, яғни сен жай күйде ештеңе істемедің, мәселе жиналып, қиын мәселе, қиын жағдай кезінде, кішкентай болған кезінде шешілмеген мәселелердің жиынтығы ғой, былайша айтқанда. Кішкентай кезінде жасамайды жүйелі түрде, ол жиналады, бір күні үлкен бір дағдарыс болады. Сол дағдарыс шешетін адам ол батыр деген. Меніңше ол модельде керек емес қазір. Дер кезінде шешіліп отыру керек. Күнделікті істеп отыруың керек жұмысын. Күнделікті. Мына жапондар айтады ғой, быстро это медленно, но постоянно дегендей. Солай, сол психологияға келу керек та, кішкене болмысымызды өзгертіп. Батыр ол жаугершілік заманда керек болған шығар, бірақ меніңше қазір керек емес. Мысалы совет заманда керек болды стахановшылар. Өтірік пропагандамен батыр жасап мінекей. Қазіргі заманның батырлары деген енді бір. Мен өзім ұнатпаймын ол терминді. Батыр деген. Енді мүмкін қазақтың болмысында керек шығар бұны, мәдени тұрғыдан. Бірақ қазір біз өзіміздің мынау жұмыс әрекет ету, қызмет ету модельдерімізді басқа шығаруымыз керек. Той тойлап жүресің, дағдарысқа кіресің, бір отбасы дәрежесінде немесе қоғам дәрежесінде быт-шытын шығып жатады. Сол кезде бір батыр шығып, батырды көрсін, біреу келіп супермен келіп көмектесу керек деген, ол меніңше біз ұмтылу керек бағыт емес деп ойлаймын. Әркім өз жұмысын жаңағы ел бастайтын не деген сияқты болады ғой енді бір енді бүкіл өзің жасамаған жауапкершілікті біреуге арта салу ғой, былайша айтқанда, сол шешеді дегенде. Және ол кризис менеджер ретінде. Яғни ол да сен жай күнде, жаңағы жапон сияқты күнделікті жұмыстарыңды әлі дағдарыс ушықпай тұрған кезде
кішкене кезінде істемегенің маркері иә ғой. иә иә Сондықтан ағартушы немесе батыр деген енді ол қалай деп айтсам болады. Яғни батыр бар жерде дағдарыс бар, ағартушы бар жерде надандық бар деген, қараңғылық бар деген сөз да менің түсінігімде. иә өздерінің көрермендер ұсынысын жасай жатыр. Мынау күміс кітап туралы аяғына таман қозғайын ба деп ойлаған, бірақ көп естідім. Қолға түспей жүрген кітаптардың бірі еді. Рахмет, өзіңізден алып жатырмыз. Енді бұл жақта жазылу стилде басқаша, сәл сондай болды ғой деймін. Енді ішкі нақтылы мазмұны, осы кітап оқу сол жақтарына қандай неде болды бұл енді? Бұл енді жаңа 17 жылдық тәжірибеміз бар дедіңіз, ол туралы да қазір бөлісе отырармыз оқырмандармен, кітап жаңа неге байланысты. Өзінің замандастарым кітап оқысын деген ниетпен жазылды ғой. Енді бұл біріншіден нон-фикшн деген жанр. Нон-фикшн деген ол туралы да жаңа енді көркем әдебиет емес деген мағына береді ғой. Фикшн көркем әдебиет болса, нон-фикшн яғни көркем әдебиет емес деген мағына береді қазақ тіліне салғанда. Яғни бұл жерде ойдан құрастырылған, қиялдан шыққан дүние емес. Мен автор ретінде өзімнің өмірімнен алынған бір кезең, бір кезең деп ол, немесе өмірімнің бір тұсы. Бұл жерде мен өмірбаянымды жазып жатқан жоқпын ғой. Мен оқырман ретінде жаздым. Екіншіден, бұл жерде менің өзімнің мүмкін авторлық стилім бар шығар. Енді ғылымнан шыққан соң біз нақты жазамыз. Фактілермен. Сосын мен жұмыс деген институттан алған бір тәлім тәрбие деп айтсам болады. Біз жұмыс істеген кезде аналитика дайындағанда айтатын, проблеманы жазу жеткіліксіз, проблеманың шешу жолдарын да көрсету керек. Өйткені сен оны жазбасаң, сен өзің проблемаға айналасың деп үйрететін. Оны бәріміз білеміз, кітап оқымайтын айта беру. Бірақ сен оның жолын ұсыну керек та. Мынау ұсынуға болатын жолдардың біреуі ғана, мінекей кітапты былай оқуға болады. Оқырман ретінде былай қалыптасуға болады деп мына кітапта баяндалған. Осындай нәрселер бар. Бірінші нон-фикшн жанры, екіншіден өзім авторлық, өзімнің өмірлік тәжірибемге сай қалыптасқан қағидалар негізінде жазылғанда, көрген, білген, жиған, терген эмпирикалық тәжірибе, соған сүйене отырып жазылған нәрсе. Енді содан бір бөлісе аласыз ба, жаңағындай бір ойлар, тәжірибе деген сияқты? Енді қазір кітап оқу туралы көп не жасаймыз ғой, жаңағы тәжірибеңізден бір ең маңызды деген тұстарынан. Енді кітап жеңіл әңгімелерден басталады. Ақшам жоқ кезде, бала кезде дүкенде оқушы едім дегенде, мысалға. Қарапайым әңгімелер, мысалы бала кезде кітап қолыма қалай түсті, қалай қызыға бастадым, қалай оқи бастадым, ол қандай кітаптар болды, мектеп кітапханасында таба алмаған кітап болса, оны қалай іздеп тауып алдым, ақшам болмаған кезде қалай сатып алдым, ақшам болмаған кезде кітап сатушыларын қалай көндірдім, немесе бір кітапқа тірнектеп ақшаны қалай жинадым, және сол жарты жыл 5-10 теңгелеп жинаған кезде ана кітап өтіп кетпесін деп қалай баланың дұғасын жасадым. Сондай әңгімелер. Бала кезден түсінікті болатындай. Бірақ барған сайын тақырыптар күрделене береді. Бала кезден бастап есейгеніме дейін. Енді биыл кітаптың жарық көргеніне 10 жыл болады, және 10 жылдығына орай біз кезекті басылым дайындап, құдай қаласа осы айдың соңында шығарамыз. Және оған мен 20 әңгіме қостым. Бұл нешінші басылым болады дедіңіз ол? Мынау түзету, толықтыру енгізілген 5-ші басылым. Әрине, анау 6-шы болады, Мынау, то есть бұл жерде айтпағым, егер түзету, толықтыру енгізсем, ол енді жаңа басылым деп, 6-шы болып өзгеріс бар. 5 болса, ол басыла береді. Бір басылды, кейін қосымша тираждарды баса берсін, проблем жоқ. Енді 6-шы басылымда түзету, толықтыру енгізіліп жатыр. 20 әңгіме қостым, бір 40-50 бетке қалыңдады. Өйткені соңғы 10 жылдың ішінде мен біраз тәжірибе жинадым. Өйткені кітап саласында мен жүрмін. Көп нәрселерді өз қолыммен істеп жатырмын. Сырттан қарап тұрған бақылаушы, байқаушы емес. Мен актор, былайша айтқанда, өзім ішінде жүріп, өзім көп нәрселерге өзгеріс енгізіп жатырмын дегендей практикалық тәжірибе бар. Мыңдаған оқырманмен кездестім, мыңдаған ой түйдім. Солардың бәрін пісіп, жетілдіріп, толықтырдым кітапта. 10 жыл бұрын білмеген нәрселер ол. Жаңа сұрап отырсыз ғой, оның қандай ерекшелігі бар деп. Бірінші тарауда бала кездегі кітапқа қызығушылығым қалай оянғанын жайында жаздым. Екінші рет бала кезде қалай кітап таңдау үйренгенін жаздым. Сосын ары қарай келесі тарауда жалпы ой салатын тақырыптар. Ол енді сен оқырман қалыптасу емес, жалпы өмірімнен алынған бір, мысалы көшкен кезде, мен кітапханам бар, сол кітапхананы көшірген кезде жүк тиейтін азаматтар, мынау неге ауыр коробкалар ішінде не бар деп сұрады. 12 коробка кітап үлкен. Бұл кітаптар десем, сондай айтқан әңгімелерді, мен біздің кітап тасымағанымызға көп болды. Соңғы рет осы қанша 5-6 жыл тасыдық. Оның өзінде үйдің иесі әйел
мына кітаптарды мусорға шығарып тастаңдар деп айтты. Сондай әңгімелер да, мысалы ой салатын қоғамның несін көрсететін қазіргі жағдай. Оның бәрін жазып қалдыру өте маңызды, өйткені ертең 50 жыл өтеді, 100 жыл өтеді, мына қоғамда кітапқа бір мәселеге көзқарас қандай болды, соны қоғам көрсетуің керек андай эпизодтармен. Ол ой салатын әңгімелер ішінде. Сосын ары қарай кітап оқудан кітап жазуға қалай ауыстым деген әңгіме бар. Сосын бір жылда 100 кітапты қалай оқу керек, қалай дайындау керек. Яғни бәрі практика. Бәрі практика. Мен өзім практиканы жақсы көремін теорияға қарағанда. Енді толықтырған әңгімелердің ішіне келетін болсақ, бір әңгімені қатты толықтырдым, өйткені 10 жыл бұрын жазылғанда қандай кітап оқу керек деп жиі сұрайды ғой. Енді сен кітапты насихаттап жүрсің, жиі қоятын сұрақтардың бірі кітапты қалай таңдау керек деп қойылатын, ол заңдылық. Мен айтатын, ұнайтын кітапты оқы дейтін бұрын 10 жыл бұрын. Неге? Өйткені сен ұнамайтын кітапты қолыңа алсаң, сен соңғы бетіне дейін жетуің екіталай, бір-екі бетін оқисың, тастай саласың. Бірақ кейін тәжірибе жиналған соң мен ол қағиданы толықтырдым, критерийді, екінші критерий қостым. Екінші критерий бойынша мақсатыңа жақындататын кітап оқы. Яғни мақсатын білуің керек. Егер сен өзіңнің мақсатыңды дұрыс білмесең, сол мақсатыңа сай кітап оқымасаң, сенің оқитын кітабың басқа біреудің мақсатына жұмыс істейді. Мен соның салдарынан соңғы 10 жыл деп алайық, соңғы 10 жылға жуық уақыт ішінде біздің аудиториямыз, кітап оқиды дейміз ғой, бірақ шын мәнінде дұрыс оқып жатқан жоқ. Шын мәнінде біреудің мақсатына жұмыс істеп жатыр да. Атап айтқанда жаңағыдай инфосығандар бір кітап жазады. Ол кітап деп айтуға да келмейді, бір енді білмеймін, сырты кітап, сырты бітініш түтін. Бірақ оларды кітап жазып, олар оқырманды өсіру үшін шығармайды ғой. Лотерея қылып сату үшін шығарды, өзінің қалтасын қампиту үшін шығарды. Сөйтіп бұлар оқырмандар мақсаты болмаған соң біреудің мақсатына жұмыс істеді. Біреудің мақсаты жаңағы инфосығандар өздерінің қалтасын қампиту. Лохотрон ойнатып жаңағыдай 30-қа тіккен түрлі жағдай болды тап. Сондай бір әңгіме қосылады, айтқанда 20 әңгіменің бірі соған арналған. Және былтыр 3-ші критерийді қостым. Кітап таңдаған кезде оның авторының санасы қаншалықты еркін екеніне де назар аудару керек. Өйткені құлдық санада жүрген адамның кітабын оқысаң, ол сенің санаңды еркіндікке жетелеуде екіталай деген мағынада. То есть әзірге 3 критерий. Сондықтан 10 жыл ішінде осындай көзқарастарым тиянақтала түскен соң, олай мен толықтырып, кеңейтіп жазып қосып отырмын да. Сондай тың әңгімелер бар. Енді мен бұл нәрсені сұрап жатқаным, ана зерделі классик деген айттық қой біз, енді сол жобаны жасау барысында балалардың жас ерекшелігін ескеріп қандай әдебиеттерді оқу керек деген туралы енді қаттырақ зерттедік қой. Сондықтан қазіргі заманның балалары үшін жаңағы сіздің сол кездегі бір кітапты сатып алуға тиындап жүріп ақша жинап не қылғаныңыз үлгі болу керек деп ойлаймын да, былай қараған кезде. Енді қазіргілер мысалы біз сол зерделі классикта 20 кітап оқу керек десек, соны ата-аналар бірден сатып алып беріп жатыр балаларына. Енді былай қарасаңыз, мүмкіншілік бар деген сияқты. Бір кітаптың бағасы енді бірнеше мороженое алып жеп қоятын ақша ғой, енді шындығын айтқан кезде. Сонда біз кейде кітапқа қимай жатамыз да, бірақ мына жағынан, бірақ енді қазір түсінетін қоғам қалыптасып келе жатыр. Бірақ жаңағы өте дұрыс нәрсені айтып отырсыз да, нені оқу керек, қалай оқу керек дегенді түсінбейтін не болып тұр ғой. Сосын жаңағы біз әдебиеттерді таңдау барысында да деп айтып жатқаным сол, қазіргі біздің балалардың жас ерекшелігіне келетін әдебиеттерде маңызды екен да. Енді мысалы 3-ші сыныптың баласы, 4-ші сыныптың баласы деген сияқты бұрынғы біздің жаңағы кейбір көне нелеріміз балалардың қазіргі тіліне ауыр екен. Былайша айтқанда сөздік қоры, жаңа несі деген нәрселер қиындап кетеді ғой. Былай соның ішінде біздікі енді мал шаруашылығына байланысты нәрселер көп, иә? Қаланың балалары оны түсінбейді жаңағы. Өткендегі ана Асқар ағамыздың да несі бір хит болды ғой, жаңағыдай аттың несіне байланысты 200 атау бар екен, ол қандай не деген сияқты. Фактически қарасаң, расында қазір сондай балалар көбейіп келе жатыр да. Енді өзіңіз енді осы саланы зерттеп жүрген адам ретінде жаңағы өте жақсы 3 тәжірибені айттыңыз, иә? Қалай оқу керек, осыған байланысты қалай таңдау керек, енді ол өте жақсы тәжірибе деп ойлаймын. Келесі басылым енді жаңағы сияқты тәжірибеден тіпті жақсы шығатынына мен сенімдімін. Баспагер маман ретінде жауап бере алмаймын. Енді экспертизам жетпейді. Ал енді әке ретінде
балаға кітап оқыту, күміс кітаптар жазылған, ол маған жиі қоятын сұрақтардың бірі ғой, мысалы балаға қалай кітап оқыту керек. Сол жағында бар шығар деп ойлап жатқан. Ол бар. Мынаны енді сіз оқып көріңіз, сізге бұл кітап ұнайды. Міндетті түрде. Мына жерден алатын нәрсеңіз көп. Өйткені бұл кітап 10 жыл ішінде лонгселлерге айналды да өзін практикада көрсетіп жүр. Әлі күнге дейін маған қатты, енді күнде деп айтпай ақ қой, бір аптасына бір 2-3 хат келеді. Не оқушыдан келеді, не кезінде оқып қазір мектеп бітіріп бір үлкен жолын бастаған адамдардан келеді. Сол кезде осы кітабым үшін рахметін жазып жатады да. Кітап әлеміне есік ашып бердіңіз. Қызығушылығым сол кезде оянды. Немесе мен бір-екі кітап оқып қызығып тастап кеткенім бар еді, сол кітабыңыздың арқасында қайта оралдым дегендей. Неше түрлі тілектерін жазған. Енді сол өзімді мақтап отқандай болмау үшін мен сондай хаттардың барлығын 16 жылдан 26-ға дейін мына кітаптың соңына енгізіп қойдым. Бәрін емес. Ең өзімнің маңызды, есімде қалған, бір ерекше өзімнің көңілімді көтерген хаттарды осы кітаптың соңында қамтыдым. Қарап көрсеңіз болады да, өйткені мен енді әрине өзім жазған соң мен өзінің кітабын мақтай береді деп қабылдауыңыз болады. Бірақ оқырмандардың ана жерде ондаған жүздеген алғашқы оқырмандардың кітабы басында тұр кітаптың. Содан кейін маған жазған хаттар кітаптың соңында тұр. Қарап көрсеңіз болады. Олар жазады, қай жағынан пайдасын көрген жазады. Өйткені біз мәселен былай ол жағанмен ана бір мәселен бір хабарлама есіме түсті. Өзін жаңа бала кезде мен мектебіне барған екенмін, есімде қалып қойды. Сөйтіп кейін 16-17-те барғам. Бір 2 жыл бұрын ба, былтыр ма, жас өсіп кеткен ғой есейіп. Кішкентай кезінде түскен, сіз келіп едіңіз, айтып едіңіз. Келгеніңізге мектебіңізге рахмет. Мінекей сол кезде кітапқа прям қызығушылығым артты. Міне қазір мен жақсы жерде оқып жатырмын. Бәрі сіздің неңізде арқаңда өте сондай. Қалай десе болады, бәріміз адамбыз ғой, бір ежелеп қаласың да. Бір әйтеуір бір пайдалы іс атқардым ау дегенде, бір адамға болса да көмегім тиді ау дегендей. Сол жазып жатырмын, бір қара домалақ бала, бір 6-шы класс оқушысымын, ана жерде жақсы оқып отырсың, сіздің арқаңыз. Рахмет деп жатыр енді. Кітабыңызды келіп айтып беріп едіңіз сол кезде. Қызығушылығым оянды деп. 2 суретін салып қойыпты. Менімен түскен суреті, қазір үлкен жігіт ана жерде. Университетке түскен сондай жақсы естеліктер бар. Сондықтан оқып көрсеңіз, ана балаларды қалай оқыту керек? Мен енді өзімнің әке ретіндегі тәжірибеме сүйеп, немесе бала болған кезде үлкендерден не көрдім, атамнан не көрдім. Соның бәрін жазып, әйтеуір менің жағдайымда бір кәдеге жарайтындай бір әдіс-тәсілдер болды. Міне сендер де пайдаланып көріңдер. Енді білмеймін, маған жараған нәрсе көпшілікке жарауы мүмкін. Кейбір адамға жарамауы мүмкін. Сондықтан кітапты оқу керек. Сосын қысқа нұсқа жаздым. Өйткені адамдар қазір ұзақ мәтінді оқи алмайды. Мен оны 16-шы жылы түсіндім. 16-шы жыл бар еді байқалатын. Қысқа нұсқа жаздым. Сонда тез оқылады бұл. Жаңа айтып жатқан әңгімем осы ғой, мен айтайын деп жатқаным ұзақ мәтіндер көп бізде. Сосын ол балалар әдебиеті деген жаңағы жай неге емес, осы мазмұнға байланысты негізгі бір жағы шығып жатқан нәрсесі ғой. Біз оқулық жазатындардың өзі сондай болып кетті ғой, қазір қарасаңыз университеттің жаңағы ненің бағана сол оқулық туралы да кішкене әңгіме қозғадық қой. Әдебиеттік оқулар деген бар бізден балаларға берілетін. Олардың мазмұнының өзі ауыр болып кетеді, жас ерекшелігіне сай келмей қалады деген жаңа айтайын деген нәрсем негіз сол еді, сәл қарапайымдастырып жазу. Бірақ енді сіздің жазғаныңыздың өзін біздің жұртшылықтың өзі түсінбей жатыр ғой былай, ол әдеби емес деген сияқты. Бірақ керісінше сондай нәрсе көбірек керек пе екен деп өзімнің жаңағы ойымда, ол тек қана бала әдебиетінің несі ғана емес, жалпы жазылған шығармалардың қазір мынау қиындық деңгейі, сөздік қоры дейміз ғой, ағылшындарда ол жағы қатты зерттелген екен мысалы да. Бірінші сыныпта, төменгі сыныптарда қандай жас ерекшелігіне сөздік қорлардың жаңағы несі болады. Бізде жасөспірімдерге арналған әдебиет мүлдем жоқ. Мүлдем жоқ. Мысалы кішкентай жастағы балаларға барда бірден ересектердің кітабы. Мысалы жас бір шетелде жүрген кезде үлкен кітап дүкендеріне кіргенде кәдімгідей бір қабат. Сіздің о жағынан да тәжірибеңіз көп қой деп айтып жатқаным ғой. Жасөспірімдерге арналған әдебиет толып тұрады. Иә. Тинейджерлерге арналған әдебиет толып тұрады да. Ол енді анау 1-2 сыныптың балалары оқитын кітаптарды оқымайды ғой. Тинейджердің өзінің әдебиеті болу керек. Әрине ол жоқ бізде. Сонда мәселені дамыту керек. Енді оған тағы бір баспагерлер келіп, мүмкін біреулердің құлағына бір алтын сырға болады, сөйтіп алып кететін шығар. Сосын көп нәрсе ата-ананың өзінен. Жаңа қосқан әңгімелерім ішінде бар, мысалы, енді қазақта қазір ең көп тараған есімдердің бірі Абай ғой. Иә. Енді Абай деп балаңа есім берген соң бір кітап оқып берсеңші дегенде әңгіме бар. Оқымайды да кітапты. Абай деген атын зат сай болу керек, оқымайды. Үйінде кітап жоқ, үйінде кітап тұрмайды. Көп ондай адамдар. Сондықтан бұның барлығы ой салу керек.
Сосын біз жәрмеңкелерге шыққанда мен жиі байқайтын мәселе, кейбір балдар өзі-ақ ұмтылып тұрады. Сен кітап оқы деп айтпасаң да ұмтылып тұрады. Алайын маған қызық оқимын. Оқымайсың бәрібір деп қолын қағып кетіп қалады. Жиі байқаймын. Мен сол кезде айтамын да, ата-аналарың бұлай істемеңдер. Сен Құдай саған жеңілдік беріп тұр ғой. Баланың өзінің табиғи құлшынысы бар кітапқа. Сен оны тіптен бір оқымайтын балдар болады. Оған сен күш саласың, уақыт жұмсайсың, сөйтіп барып әйтеуір кітап оқуды үйретесің да. Мынау өзі құлшынып тұр. Жұмысыңды жеңілдетіп тұр да саған. Бірақ сен андай болып қанатын қырқып тастайсың. Талай көреміз да, мен кәдімгідей сол кезде қатты бір нетіп қаламын, көңілім түсіп қалады. Сондай бір баланың бетін қайтарып тастайтын сөздер айтпау керек, ата-аналар керісінше алып беріп дегендей. Ол кітаптың, балдардың кітабы қатты қымбат емес қой, 3-4 мың тұрады. Қымбаттары да бар, қолжетімділері де бар. Тем более жәрмеңкеде кітаптарды баспагерлер, Алматыда, енді басқа жерлерде қалай екенін білмеймін, Алматыда жәрмеңкеде біздің баспам 80% жеңілдікке дейін сатады. 80%-ға дейін. Соның өзінде бетін қайтарады да. Енді тегін беру ғана қалды да, біз қайырымдылық қор емеспіз, тегін таратады. Және салған ақшамызды минусқа болса да шығаруымыз керек. Сондықтан жаңағыдай ата-аналарды онша түсінбеймін. Осы біздің әңгімемізді біреулер көріп отырса, ой түйгенін қалаймын. Бір 3-4 мың сал болды. Ертең сол бір сатып алып берген кітабың ертең балаңды тұлғаға айналдырады. Сен білмейсің ол қандай жол ашып беретінін кітап. Бірақ ол қандай жол ашып берсе жаман жол емес та. Сондықтан бір даңғыл жолға ұласып кету, тұлғалы жол болуы мүмкін. Ертең ол миллионердің жолы болуы мүмкін. Бірақ әкесі бір сөзбен бәрін кесіп тастады, бітті. Жиі байқаймын соны. Иә. Жақсы, кітап туралы ары қарай да қозғай жатармыз. Енді өзіңіз мынау Forbes Қазақстанда да жұмыс жасадыңыз кезінде. Иә. Менің байқағаным бұрын тек қана орысша не шығады екен ғой деймін. Біз енді орысша түсінбеуінен қазақша бүйтіп қарап іздеп арасында не жасаймыз ғой. Бірақ 21-ден бастап сол қазақша нұсқалары 20-шы жылдан бастап. Иә, 20-шы жылдан бастап жылына 2 рет шықты дедіңіз, бірақ орысшасы жылына айына 1 рет шығып тұрады, иә. Осыған енді өздеріңіз бір атсалысып үлес қосқан азаматтардың бірісіздер. Сонда қазақшаның шығуына қалай енді кедергілер болады, жаңағы енді жарнама деп жатырмыз, иә. Осы жақтарынан айта кетіңізші, себебі енді бізде қазақ десек өзімізге тиеді деген бір енді қазақ тілді контентті дамытуға жұмыс жасап жүрген азаматтар ретінде бұл нәрселерді енді айтылмаса болмайды деп ойлаймын. Осы жағындағы нәрселерді. Енді Forbes-тың әңгімесі ұзақ емес. 20-шы жылы Арманжан Мерекелі Байтасов Forbes-ты қазақша шығарайық деген ұсыныспен шықты. Алғашқы бас редакторы болды деді. Сосын бір 2-3 күн ойланып, келісім беріп, қолға алып, кәдімгідей жүйесін жасап, қазақша шығара бастадым. Көмектесіп, жылына 2 мәрте деп алғанбыз басында. Енді ол таза коммерциялық жоба. Forbes деген жаңағыдай жарнама келсе, сөйтіп ары қарай жаңа журналдарды шығара береді дегендей. Ол кездегі ой, мінекей 2 рет шығады, содан кейін жарнама келе бастайды, ары қарай 3 айда бір, кейін ай сайын деп. Оны мен ойдағыдай шыққан жоқ. Біз 4 жыл, әлі де шығып жатыр ол журнал. Әлі де жылына 2 рет шығады. Мен сол 4 жыл шығарып, кейін өзім 16-тан бері баспагерлікте жүрмін ғой. Өзімнің жұмысымнан ары қарай енді толық өз баспагерлік бағытыма зейінімді бұрып айналыстым. Енді жарнама келмейді, жарнама келмеген соң ол өзін ақтамайды. Енді ашығы сол. Әлі күнге дейін біз солай қарауымыз керек та. Енді қазақ тіліне қызмет ету тек қазақ тілінде сөйлеумен шектелмейді. Көп адам айтады, мен қазақша сөйлеймін. Қазіргі халықтың сөйлеп жүргені қазақ тілі емес, шала қазақ тілі бірдеңе анау. Әсіресе мына жас буын мына көретін тұтынатын контенті, сериалдары қазақша көрінген қазақ тілі емес, ана жерде бір шорқақ, шала. Қазір өзі аралас болып кетті. Таза сөйлей алмайды қазіргі жастар. Таза қазақ тілі, не таза орысша сөйлей алмайды, не таза қазақша сөйлей алмайды. Оны неден де байқайсың? Мәселен, жаңа қызмет көрсетуге барған кезде жаңағы не дейді? Мынандай мысалдар бар. Жанармай бекетіне барған кезде толтырып қойып беріңізші десем, полный бак па дейді. Немесе жаңағы енді дөнер жеуге барасың, мысалға сиыр етімен дейсің, говяжий ма дейді. Нақтылайды да, білмеймін неге сөйтетін.
тауық етімен десең курица ма дейді, немесе ана кәуапқа тапсырып беріп жатсаң қой етінен десең айтады баранина ма дейді, нақтылауда. Сондай бір тіл болып кетті. Содан көп адам ойлайды, мен қазақша сөйлеп жатырмын. Шын мәнінде сен қазақ тілін сөйлеп жатқан жоқсың. Бұны не деп айтады? Суржик дей ма? Ана бұрын бар еді ғой, калька тіл, суржик деп атады. Соның бір несі, бір түрі суржиктің. Сондықтан қазақ тіліне қызмет ету тек қазақ тілінде сөйлеумен шектелмеу керек. Сосын мынау кейде бір желіде бір шу болады ғой. Шу болған кезде ойбай анау қазақша қызмет етпеп, шу көтеріп бойкот сөзін сауат жаза алмайды, қатемен жазады, бойкот деп, бойкот сөзіне. Сөйтіп ол бір жалған бір әсер береді, жалған сезім береді, мен қызмет етіп жатырмын дегенде қазақ тілінде. Шын мәнінде негативпен қызмет ету қиын. Сондықтан қызмет етемін десең, қазақша мен өз жағдайым, бәрі кітап жазылмайды ғой. Біз мысалы кітап шығарып жатырмыз. Сен де ойланып көр, не істей аласың? Бір адамды алып қазақша оқытасың ба, немесе бір айлық курсын төлеп бересің ба? Қазіргі деңгейде сенің қазақ тіліне қызмет етуің сенде бар ресурсты шығындаумен өлшену керек. Сенде нең бар? Ақшаң жоқ па, уақытың бар? Бар да біреу көреді. Уақытың жоқ па, ақшаң бар ма? Алда мысалы бір кітап шығардық, қазақ баспасы. Менің баспам болмай қойсын. Дұрыс. Әріптестерім бар. 10 кітабын алда таратып бер. Сана өзгеру керек та, сол кезде қызмет болады қазақ тіліне. Тек ресурсты бөле алған жағдайда ғана қызмет. Сол кезде біз қарқындыдан дейміз. Өйткені ақша деген ол су ғой. Ағашқа құйылған су. Мысалға біз қазір барлық баспагерлер қиналды. Мен сізге айтайын, мен биылдан бастап баспагер бола тұра басқа баспагерлерге өзім қолдау көрсете бастадым. Өйткені өзім қиналып жатырмын, басқалардың жағдайын білемін, олар да қиналып жатыр. Сөйтіп қиналмасын деп, бана бір кітабын шығарып алсын, немесе бір бөлігін әйтеуір жапсын деп өзім қаржы беремін әріптестеріме. Мақтанғаным осыны. Қандай сондай қазір өзімде сондай әдет қалыптастырып жатырмын да. Өйткені ол ақша деген ол біз байып жатқан жоқпыз кітап шығарып. Шынын айтқанда, бірақ егер кітап өтіп жатса, бізде қаражат болады да, өзіміздің салған шығынымызды ақтаймыз. Сенің жаңа бір 10 кітап сатып алсаң, қазақ редакторлар институты өлмейді, қазақ аудармашылар институты өлмейді. Оның бәрі құлдырап кеткен нәрсе ғой. Енді қайтып қалыптасып жатыр мына соңғы 10 жылда. Мен алғаш 16-та келген кезде алғашқы редакторлардың бәрі зейнет жасындағы адамдар болды. 90-шы жылдар құлдырау болған кезде үзіліп кеткен. Жастар әлі келіп үлгермеген. Сөйтіп аналарым көздері дұрыс көрмейді, біразы алғашқы кітаптарына кетеді, балам, айналайын, мен енді ары қарай жарамсызбын, көзім көрмейді дұрыс деп. Сөйтіп бас тартқан көп жағдайлар болды да. Қазір еске алатын болсам. Ол кейін барып қалыптасып, жас редактор, қазір қолдау болмаса, оның бәрі қайтадан құлдырап қалады. Ресейдің бір баспасының өзінде өткен жаңалықтарға шыққан Эксмо баспасында директор келген кезде сөйлестік. 400 редактор бар бір баспада. 400 редактор. Сұмдық показателер да. Міне қалай жұмыс істейді да санасы. Ананы барып сатып алады кітапты. Ол 400 редактор асырау керек қой. Сен кітап алған кезде біз байып жатыр деп ойлайды да, неге қымбат мынау кітаптар, мынау қазақша кітап. Мәселе сен қоғам кітап оқымайтын, кітап алмайтын қоғамда өмір сүресің. Өзің кітап алмайсың. Сосын кітап қымбат тұрады. Егер оқырман саны 10 есе көп болатын болса, әрине біз баға түседі. Нарықтағы заңдылық кішкене өзгереді. Математикалық есеп өзгереді дегенде. Бізде өзімізді ақтау үшін оқырман саны сосын сондай бағалар шығады. Ол нарықтың несі. Темір бал, баға түседі. Мына жақта көбірек нені асыраймыз, артылған ақшаны саламыз дегенде. Ол үлкен мәселе. Үлкен мәселе. Сондықтан қызмет етемесе қазақ тіліне, онда ресурсыңды бер. Ол әртүрлі ресурс, тек ақша емес, уақыт болуы мүмкін. Түрлі жағдай. Сондықтан осындай бір сана өзгеретін болса, бір серпіліс болатын болса, онда қазақ тілі келесі кезеңде қарқындырақ дамиды да. Ол құр шорлай бергенмен жаңағы құрғақ қасық ауыз жыртады дейді, ол өзгеріс болмайды аса. Иә. Еске түсе береді. Енді бізде математикадан қазақша кітап жаздық қой, енді көбінде қазақша жазамыз, жаңағы не қыламыз. Сол кезде енді біздің достарымыз бар, құрдастарымыз бар, жаңағы мықты математиктер ғой енді былай. Жаңа айтып жатқандай өздері кезінде халықаралық олимпиадаға шыққан деген сияқты. Бірақ орыс тілді да жаңағы орысша кітап шығарады. Мен айтамын, бағана өзіңіз айтқан сияқты да, болашақта саған қазір 70% қазақ аудитория деймін да, сол келе жатыр. Сен ертеңгі күні жаңағы кітаптың енді еркін бәсеке ғой, жаңа баспалардың өзін айтып жатырмыз. Сол сияқты
болашақты ойласаң қазірден бастап сіздер ананы қазақша не қылыңыздар, себебі орысша деген толып тұр деймін да, жаңағы Россияның материалы анау дейді мынау дейді. Мысалы қарасаң шындығы сол ғой. Бір қазақша іздесең табылмайды, соның ішінде жаңағы олимпиада материалдары деген сияқты ол тіпті табылмайды. Бірақ жаңағы сияқты енді ауылдың балаларында сондай сұраныс көбейіп келе жатыр. Олар да дамығысы келеді, олар да олимпиадалық бағытта не қылғысы келеді. Жай оқулық математиканы жай тұр ғой, бірақ қазақша жаңағыдай олимпиадалық материалдар жоқ дегенім ғой. Сөйтіп енді біз біраз кітаптар шығардық. Сол кітаптарымыз жаңа сияқты енді біздікі де нарық қой, енді былай айтқан кезде қатты сұранысқа ие болды, не қылды. Сол кезде тыңдамағандар кейін бір жол не қылсам, жаңағы қазақша білмейтін бір кісінің өзі қазақша кітабын шығарып таратып жүр екен, Нұреке мен қазақша шығардым не қылып жүр дейді. Неге десем, ана нәрсені түсінген ғой енді расында. Мүмкін уақыт керек шығар ол. Ол нарық жаңағы 30%-ға бұрын жарайды қаланың балаларын бәрі орысша не алатын шығар. Бірақ по-любому қазақша келе жатқан түсінеді екенсің да осындай. Сол сияқты енді өзің сөйтіп бастап жүрген кезде де сондай кейстер болған шығар. Мысалы тек қана орысша болу керек, орысша қызмет өтеу керек деген сияқты бір нелер болды ғой енді. Қазір соның мысалы енді қазақша оқытып жүрген кезден сондай нәрсені дәріптеп жүрген кездің өзінде үйренгісі келмейтін жаңа айтып жатырмын ғой енді. Жоқ, ол не ғой, ерікті біз хабарландыруды береміз, ол жерге іздеп келетін адамдар ғой. Өте жақсы өтетін кездесулеріміз. Өте жақсы өтетін. Өйткені шыны керек, ол жерде бір үлкен жаңалықты ойлап тапқан жоқпыз. English speaking клубтардың форматын алдық. Қазақша клубтар істедік, бітті. Өйткені сол кезде 10-шы жылдардың басында қазақша үйренуге қиналатындардың уәждерін өзім бір сараптайтынмын. Не үшін қиналады? Ең жиі айтылатын нәрсе, біз үйреніп бастаймыз, үстімізден күледі. Біз қысылып қаламыз. Бізге қауіпсіз орта керек деп айтатын. Біз сол қауіпсіз ортаны жасап бердік. Қауіпсіз да келеді. Ешкім үстінен күлмейді. Ешкім жаңағы мазақтамайды. Сөйтіп кәдімгідей бір комьюнити қалыптастырдық. 4 жыл ерікті болып жұмыс істедік. Бір тиын алған жоқпыз ешкімнен. Ешқандай қолдаусыз жұмыс істедік. Сол біз жасаған ауызекі тіл клубтары кейін ролик модельге айналып көбейді ондай. Қазақ тіл клубтары көп қазір. Бірінші болып бастаған біз. Тамаша. Сондай да емес. Енді уақытымызды салдық 4 жылымызды. Оқыр айқайлаған жоқпыз ғой. Мен сен оқымайсың, оқимын, ол оқып кетпейді ғой. Айқайлай бергеннен. Керісінше жек көріп кетеді, айнып кетеді. Сондықтан білмеймін, мен қазақ тілінің тартымдылығы бар деп ойлаймын да, оның тартымдылық жағын көрсеткен дұрыс та, кішкене уақытын арнайсың әрине. Көбірек уақыт жұмсау керек. Айқайлауға көп күш керек емес қой. Алдында мысалға казуал деп жаза салдым, бітті. Көп уақытын алмайды. Ал енді тартымдылығын көрсету үшін кішкене көбірек уақыт жазасың, көбірек мәтін жазасың. Жаңа кездесу ұйымдастырып көбірек уақытың, сағатыңды арнайсың дегендей. Сол кезде ол нәтиже береді. Құр айқайлай бергеннен жылжымайды ғой. Ол кезең айтып отырмын, өтіп кеттік, болды, ол бітті. Қазір айқайлаудың қажеті жоқ, бәрі мойындады қазақ тілін. Мына отандастар қорымен бірлесіп кезінде шетелдегі қазақтарға қазақ тілінен пандемияның алдында біз онлайн сабақты бастап кеттік. Сөйтеміз де соның үлкен пайдасы тиді бізге. Пандемия келіп қалған кезде онлайн не туралы біз өте дайын тұрдық та. Жаңағы көрсетіп жатқан студиямызда сол кезде біз пандемия болмай тұрып әкеп қойып едік. Онлайнға өте үлкен пайдасы тиді. Біздің сондай бір компаниялар, сондай біз сияқты нелердің көп жауып қалды ғой сол кезде, оқу орталықтар нелер деген сияқты. Біздің алыс шығып кетуімізге сол себеп болды. Енді айтайын дегенім ол емес, айтайын дегенім сол кезде біз шетелдегі қандастарға арнап қазақ тілінен кітап жаздық. 4 тілде жазылды. 4 тілге енді сөздік сияқты ғой, енді былай қарай қазақша оқулық. Сол кезде біз мына шетелдің әдебиеттерін, мына кітаптарды оқып зерттедік қой. Біздің қазақ тілінің несі өте ауыр екен. Жаңа айтайын деп жатқаным. Оқулықтарымыз болсын, шетелден келген балаларға жаңағындай бірден грамматикаға түсіп кетеміз деген сияқты осы жағынан. Екіншіден біз енді орталық ретінде ашылғанда да осы тәжірибеден өттік қой. Балалар келеді. Сөйтіп біз қазақ тілдің мұғалімін таппай қиналдық та. Себебі қазақ тілдің мұғалімін алып келсең, ол кісі алады да бірден грамматика анау мынау түсіп кетеді. Ол енді шетелден келген қандастар ғой, жаңа қытайша оқып келген бала, сондайлар көп болды бізде. Бірақ ананы бірден жаңағындай жалықтырып алатын жағдай содан шығып тұр ғой, енді жаңағы грамматикаға бірден түсіп кеткеннен кейін, бізге қажет жоқ нәрселерге түсіп кеткеннен кейін ана қызығушылығын жоғалтып қояды екен де, баланың ары қарай уже қазақшаға да несі кетіп қалады. Сондықтан жаңағы
клуб мәселесі не жақтарынан енді былай түсініп өзім неғып отырмын да, енді үлкен бұл үлес болған деген нәрсені ойлап отырғаным ғой енді. Сондай клубтар арасында бізге керек. Одан кейін қазақ тілді оқулықтардың енді қазір біз сол кезде бір жаздық та, ары қарай енді қалды ғой енді біздікі жаңағындай шетелде қазақтарға берді. Бірақ өткенде де осы әңгіме туралы айтып жатырмыз. Мемлекетпен шыққанның нәрсесіне қарағанда мына жеке баспалардың жақсы жері нарықта болғаннан кейін барынша таратуға жұмыс жасайсың. Сондықтан қазір мына оқырмандардың өсуіне, қазақша кітаптардың ары қарай таралуына, содан кейін кітап оқудың бұрынғы сияқты емес көбеюіне, мен жаңа кішкене 2016-ға қарағанда көбейіп қалды ма деп айтып жатқаным сол ғой. Соған бұл жеке баспалардың бір ролы үлкен болды деп ойлаймын өзімнің ойым. Себебі бәсекелестік бұл жерде енді дұрыс, бір жағы ынтымақтастық бар, бірақ ар жағында бәсекелестікте болғаннан кейін барынша таратуға жұмыс жасайды деп ойлаймын. Енді осы жағынан енді өзіңіздің ойыңыз қарай. Біріншіден сондай ары қарай қазақ тілді оқулықтарға байланысты жаңағы айтып жатқан нәрсем, шетелдегі қазақтарға арналған бұл да әлде сұраныста шығар деп ойлаймын, енді қаншалықты неде бар. Екіншісі жаңағындай қазіргі баспалардың жағдайынан, осы жағынан енді өзіңіздің ойыңыз қалай? Баспа саласында жүргеннен кейін қоғамдағы кітап оқуға рөлі ары қарай да қаншалықты не дейміз, біздің қоғамға әсері бола бере ма, не кедергі, не үміт бар деген сияқты. Енді ауқымды қойып жерсем кешірім өтінем. Әсерін жоққа шығара болмайды. Көбірек айтып жерсеңіз. 10 жылда баспалар саны өсті. Баспалар саны көбейген сайын шығаратын өнім де көбейеді. Қазақша кітап саны артады. Сондықтан бұның барлығын жоққа шығаруға болмайды. Балдар әдебиетін шығарып жатыр әріптестеріміз. Шыңғыс Мұқан әлемдік бестселлерлерді аударып жатыр. Нон-фикшн жанрында, отбасы хрестоматиясындағы жігіттер де тың жұмыстарды қолға алып жүр. Біз бағана айтып кеткендей нон-фикшн, іскерлік әдебиет, тарихтан қопарып шығарып жатырмыз. Сондықтан енді көп баспалар қазір бәрін атап отырудың ірілерін айтып отқаным ғой. Заманауи кітап шығарып жатқан қазір одан да көбейді. Көбісін мен даже білмеймін де қазір жәрмеңкелерде тұрады. Бұған дейін жәрмеңкеде көрмедім да, мысалы жаңадан біреулер пайда болды дегенде бұның барлығы қуантады. Сондықтан әрине бұның барлығының әсері бар, бірақ бәрібір де оқырман саны күрт өсіп кетті деп айтуға келмейді. Бәлкім бұрынғымен салыстырғанда әрине әрекет болған соң өзгеріс бар, бірақ енді бір динамикалы бір өзгеріс сезетіндей өзгеріс мен бар деп айта алмаймын. Мүмкін әлде 10 жыл керек шығар. Әлде, өйткені проблема әлі көп бұл салада. Білмеймін, сұрағыңызды кішкене нақтыласаңыз, мүмкін нақты жауап беруге тырысатын шығармын қазір. Мемлекет тарапынан да бір қолдаулар мемлекет тарапынан қолдау болған емес, біздің өзіміздің баспамызды алатын болсақ. Енді көп жағдайда біз былай айтамыз, мына ескі форматпен бір кітабымызды басып шығарып беруге ақша бөлмей ақ қойыңыз. Өзіміз шығарамыз, өйткені бәрібір де біз нарықтың бір заңдылықтарымен жүруіміз керек. Бірақ енді біздің шығарған өніміміз бар ғой. Бізде мыңдаған кітапхана бар. Сол біздің кітаптарымызды сол кітапханалар сатып алатындай бір механизм қалыптастырыңыз деп бір 10 жыл жүрміз, 10 жыл айтып келе жатырмыз. Әлі мардымда ештеңе болған жоқ. Бір әсер ететіндей, біздің сатылымдарымызды көбейтетіндей дегендей да. Ол бізге кәдімгідей пайда болады. Сен бір кітап шығардың, сен сол кітаптың бір 5-6 мың өтіп кететініне көзің жетсе, сен өзіңнің калькуляцияңды басқаша шығаратын боласың дегендей да. Ондай мүмкіндік жоқ. Бірақ мемлекет тарапынан былтыр өзім қосымша құн салығын алғызып тастадым. Баспаға, тамаша. Парламент депутаттарымен бірлесе жұмыс істеп осы біздің саламыздың мәселесін жеткізіп, неден тұрады, қандай проблемасы бар, қандай модельмен жұмыс істейміз, сұрау бойынша бүкіл ақпарат жазып дайындап, әйтеуір бірталай депутат біздің сөзімізді сөйлеп, әйтеуір парламенттегі мырзалар мен ханымдар осы баспа саласын қосымша құн салығынан босату керек деген саяси шешім қабылдады. Бұны да енді қолдау деп айтуға болады. Қаржылай қолдау болса да Жапонияда бір заң қабылданды ғой кезінде осы кітап оқу туралы.
біз сол кезде тура Жапонияда жүр едік та, кімнің Райса Катардың сол туралы жазып қалғанын көрдім, қарап неғып көрсем, расында сондай заң қабылданыпты. Қандай? Сол кітап оқу туралы мемлекеттік деңгейде. Жапондар да ма? Иә. Содан енді көргенім анандай автобуста кетіп бара жатқан кезде кітап оқып бара жатқандар енді көбірек көрдік бізге қарағанда. Жаңағы енді сол заңның да әсері шығар мүмкін. Ол заңның әсері де болуы мүмкін, бірақ мен өзімнің мынау тәжірибемнен алып айтатын болсам, біраз уақытымды осы басқа елдерде қалай болып жатыр жағдай дегенге, осы мәселені бақылаумен де айналыстым. Осы күнге дейін түйген ойлардың бірі, мен өзім бірталай елде болдым, бірталай елді сапарлап шықтым. Сонда байқайсың, бодан болған елдер кітап оқымайды. Көп жағдайда мынау кітап қолынан түспейтін елдер, ол бодан болмаған елдер. Яғни Жапония боданы болмады. Болмады, ешкімнің. Европада да көбісі бодан болған жоқ. Бәрі кітап оқиды. Бодан болған елдер оқымайды. Неге? Өйткені құлдық сана сіңіп кеткен. Құлдық сана сіңіп кеткен соң, ол өз өміріне жауапкершілік алғысы келмейді. Сосын бір түйгенім, кітап оқитындар, кітап оқу әдеті ол еркін адамдарға тән қасиет. Санасы еркін адамдарға. Еркіндіктің не екенін білетін адамдарға тән қасиет. Сондықтан егер біз, енді бұл математика емес, екі жерде 2, 4 болады деп нақты дәлелі жоқ. Бірақ өзімнің мына бақылауымнан осындай ой түйіп отырмын да, ең алдымен осы құлдық сананы бәлкім азайту жұмыстары жүргізілсе, сол кезде барып адам өзі келеді кітапқа. Өйткені ол еркін адамдардың табиғатына тән мәселе да. Еркін адамдарға кітап оқы деп айтудың қажеті жоқ. Оның қажеттігін былай да біледі. Сондықтан менің байқағаным осы. Оқыған кітаптарыңыз туралы, сосын бір енді жақсы кітаптар туралы бөлісерсіз ба? Мен жылдың соңында оқыған кітаптарымды желіге салып тұрамын. Былтыр 50-ге жуық па кітап оқыған екен, салып қоймын көрсетіп. Және жанына бағаларым 10-нан неше? Біреу 10-нан 10, біреу 10-нан 1, біреу 10-нан 5 дегендей бағасын қойып. Инстаграмда, Инстаграм парақшамда рилзға салып қоямын. Биыл көп кітап оқыған жоқпын. Кішкене көзім демалсын дегендей. Сондықтан жыл басталғалы 3 кітап оқыдым. Біреуі ғылым туралы, біреуі америкалық бір бизнесмендің бастан өткендері, естеліктері, және бір көркем шығарма. 3 кітап қана оқыдым. Әзірше көп емес. Сондықтан есте қалатындар Марк Аврелийдің кітабы. Мен жылына айтып отырмын ғой, бірнеше рет оқимын, оны қазақшаға өзім аудардым. Қазақ оқырмандарына осындай жаңағы стоицизм философиясын оқу мүмкіндігі болсын дегендей. Мынау берген кітаптарыңыздың мен үшін номер 1 кітап ол Марк Аврелийдің кітабы. Әлі күнге дейін. Мынау өзіңмен? Марк Аврелий өзімен әңгіме Meditations деген кітап қой. Тамаша. Мынау Эпиктеттің кітабы. Стоицизм философиясының көрнекті өкілдері ғой. Биыл сәті келіп жатса, 3-ші кітабы бар, Сенека, 3-ші стоик, танымал. Соның да кітабын аударамын. Сонымен әйтеуір стоицизмнің 3 негізгі тырнақалды туындысын қазақ тіліне аударған бір еңбегім болады. Ой, тамаша. Енді осы философия бағытындағы нелерде бізге енді қазақ қоғамына өте қажет шығар деп ойлайсың, Енді маған пайдасы тиді, сондықтан білмеймін, енді әркім өзінің керегін алады ғой, біреуге жақпауы мүмкін. Бір қызық жағдай болды. Мына былтыр шығардық, 3000 дана басында 1500 бастық, 3 айда ма таусылды. Мен негізі баяу сатылады деп ойлағам, философияға қызығушылық болмайды. Стоицизмді білмейді, біз ашып беріп жатырмыз ғой стоицизмді қазақ тілі оқырманға. Сөйтіп тағы 1500 бастық, жалпы таралымы 3000-ға жетті. Қазір аяқталып жатыр, тағы басамыз. Содан енді жиындарда айтады да, өткенде кітап фесті Алматыда бір жиында, жазушылар шатыры деген бір қаламгерлер жатыр. Сол жерде мен сөз сөйледім. Содан бір оқырман қыз, жас қыз, біздің дінімізге жат қой дейді да. Мен айтам, Марк Аврелий бұны дін пайда болғанға дейін жазды деймін, 2000 жыл бұрын. Бұл философия деймін, дінге қатысы жоқ. Енді ең қызығы, жақында мен Европаға сапарладым. Италияда болдым, Римде. Және Римде Капитолий музейі бар. Капитолий музейінде Марк Аврелийдің атты мүсіні тұр. Соны көруге соқтым жаңа музейге. Сөйтіп мүсінді қарап тұрсам, жаныма бір жігіт келіп, мынау ұлы тұлға болған дейді да маған.
мен білемін ол кім екенін. Иә. Сосын айтамын мен білемін деймін да. Иә білемін. Қарасам ана Саудиядан келген араб жігіт. Ағылшын сөз тұрмыз да. Мен оқығам деймін, сен қай тілде оқыдың дедім да. Араб тілінде оқыдым, бізде аударылған дейді да. Сонда саудит араб, арабша оқып тұр, батысшыл. Біздікі арабтан асып түскісі келеді да, мен соны түсінбеймін. Ана орыс тілінде бір сөз бар, мақал. Быть более папистом, чем сам папа дейді. Рим папасы бар емес па? Ол енді католиктердің көсемі. Католицизм дінін пападан артық ешкім білмейді. Бірақ кейбірлер сол пападан асып түскісі келеді да. Бізде кейбір қазақтар арабтан асып түскісі, арабтың өзі батысшылға айналып отыр қазір. Мен соған таң қаламын, ұлтынан безіп. Сондай нәрсе бар да, мен айтамын, ол философия деп сіз бір призма арқылы өткізбеңіз деймін, жан жақты оқыңыз. Болмайды бір неге байланып қалу деймін да. Бұл философиядан да алатын нәрселер бар. Бұл дін емес пе? Сен қазір анау Марк Аврелийді пұт қылып табынып кетпейсің ғой? Философия, ол өмірден жаңа ойлар, маржан ойларын жазып. Енді ол өзекті нәрсе болмаса 2000 жыл өмір сүрмейді ғой. Тағы 2000 жыл өмір сүреді кітап. Адамзат барда өмір сүре береді да. Сондықтан кішкене тар ойлаудан да кету керек. Арабтың өзіне таң қалдым мен. Арабша аударылған дейді. Кәдімгі еркін сатылады дейді да. Саудияның өзінде ешқандай проблема жоқ та Марк Аврелиймен. Бізде жоқ жерден проблема шығарып жатыр. Енді өзіңіз қандай, біз аша алмай қалған, айта алмай қалған әңгімелер болса, соңғы жағында оқырмандарға айтатын қандай ой пікірлеріңіз бар, соны айтып отырсаңыз. Барлық тақырып қамтылды деп ойлаймын. Өзіңіз көтеріңіз келген сұрақтардың барлығын жолдадыңыз. Әйтеуір шамамыз келгенше жауап бердік деп ойлаймын. Оқырманға да мүмкін өзіне керегін алады, жаңа ойлар болатын шығар. Мына жердегі сұхбатта айтылған нәрселер көрерменнің өмірін жақсартуға бір септігін тигізіп жатса, онда сұхбат жаман емес сұхбат болды деп ойлаймын. Былай алып қосарым жоқ. Айта берсе әңгіме көп қой, бірақ дәл қазір барлығы қамтылды деп ойлаймын. Тамаша, рахмет. Біз енді сұрақ көп болды, бірақ әңгіме барысында өзіңіз біраз нәрсені қамтып кеттіңіз. Сол нәрсе. Сондықтан енді пайдалы сұхбат болады деп біз де ойлаймыз. Құрметті оқырмандар, осымен ойлайық YouTube каналының кезекті сұхбаты аяқталды. Міндетті түрде пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, жазып отырыңыздар, қолдай жүріңіздер. Келесі сұхбатта кездескенше қош аман болыңыздар.